Спальняға кіріп қалсам, төртеуі кір-кір болып жатыр ғой. Покрывал аппақ болып тұр да, мына төртеуі жаман көрініп тұр ғой. Ұятқайда не жатыс бұл дедім да, киімдерін бәрін шешіп алдым. Жастықтар ұялғаннан қызарып кетті. Жақыннан көрсетейін, мынау не деген сұмдық, ручкада сызылған, мынау беттері қарайып кеткен ба, ақ емес, бір сұр жастық болып кеткен ғой. Ақыры бәріне кірістім ғой дедім да, мына одеялдардың да киімдерін бәрін шешіп алдым. Сөйтсем, мына жақта мен де бармын ғой деп бір рубашканың дауысы шығар, мынау ручканың сиясы төгілген бір рубашка тұр екен. Так, сендермен кім сөйлесетінін білем дедім да, Тазаны шақырдым. Таза айтты, мен ыстық сусыз жұмыс істей алмаймын деген екен, ыстық суды да әкеп берді. Таза мен ыстық су қосылды да, сомен жұмысқа кірісеміз деді. Сомен жаңағылардың бәрін осы Тазаға тапсырдым. Енді маған 1-2 сағат беріңіз, атым таза болған екен, бәрін таза қыламын деп қоймай. Сол моментте уже мыналармен көпіріп тұрып, аузы көпіріп сөйлесіп жатыр ғой. Айналайын, саған кешке дейін уақыт берем дедім да, сомен жұмысқа барып келсем, өзі стиралкаға бір айналып, сушилкада кеуіп тұр ғой, кәнекей көрейік, барлығын бір тексеріп шықтым. Өзімнің жұмысқа киетін 1-2 кофтамды да салып жүрген ғой соңына қарай. Бәрі аппақ күшті болып тұр екен да, бірақ мыж болып қалған екен. Мынау наволочкалардың бәрін үтіктеп шықтым. Үтіктеп, әдемі күйінде қайтадан отанына қарай тапсырайын дедім. Міне киімдерің дайын деп лақтырып жіберсем, сразу киініп алды ғой. Әдемі болып тұрмыз, бізді түсіріп ал деп қоймайды. Мақұл дедім да, осылай әдемілеп видеоға түсіріп алдым.